Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз шығыс тәттісі пирогын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызды жақсылап електен өткізіп аламыз. Оған 3 ас қасық толтырылған қант салып, жақсылап араластырып, және де 1 ас қасық ұн қопсытқыш салатын боламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып болған соң, яғни осындай сұйық ингредиенттерімізді қосып бастаймыз. Менде бұл жерде пампушканың 90 грамын қосып, 1 дана жұмыртқа қосып, қолымызбен осындай қамыр пайда болғанша елейтін боламыз. Және де осылай формаға жайғастырып аламыз. Шаңышқаның көмегімен жақсылап тегістеп, бортиктарын жасап аламыз да, бортиктан шығып тұрған жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастайтын боламыз. Сол кезде пирогымыз піскен кезде біркелкі әдемі болып көрінетін болады. Және де начинкасы салмасына менде бұл жерде өрік, мейіз және грек жаңғағы. Және де мен осындай буренка сгущенкасын қолданыламын. Сіздерге де осыны қолданыңыздар деп кеңес бере аламын. Өте қою, жақсы болып піседі. Осылай бетін біркелкілендіріп аламыз да 30 минутта қызып тұрған пеште 180 градуста пісіретін боламыз. Мінекей осындай күйіңкі болып шықты. Бұл да өзіндік ерекше бір дәмін береді. Егер де сіздерге күйіңкі ұнамайтын болса, ертерек духовкаларыңызға қарап отырып алсаңыздар болады. Мінекей осындай қалыңдықта болып шықты. Менің клиентім маған жұқа қамырда болғанын қалады. Сол себептен қамырын жұқалап жіңішке қылып жасадым. Осы логотипімді жабыстырып, қорабыма салып, заказымды жөнелтіруге дайындап жатырмын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.